Бүгін қандай тамақ жасайым деп ойланып отырсаңыз, онда бұл видео сізге арналған. Себебі мұнда тез жасалатын, есесіне дәмді болып шығатын вермишельдің жасау жолын көрсетемін. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші құрғақ табаға вермишельді салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Ол қуырып болғанша пиязымыз бен картофелімізді турап дайындап аламыз. Бұл тамақты дәмді қылатын қоспа ол әрине фарш. Одан бір уыс қана болса жеткілікті. Қызарып қуырылған вермишельді ыдысқа салып аламыз да, табаға сұйық май құйып, фаршты қуырып аламыз 5-10 минуттай. Содан кейін пиязды салып қуырып, қызарғанша ұстаймыз. Оның үстіне картошканы салып, оны да аздап қуырамыз да, үстіне ыстық су құйып, 10-15 минут қайнатамыз. Осы кезде тұз салуды да ұмытпаңыз. Қайнап тұрған суға вермишельді салып, бетін тегістеп, егер суы аз болып жатса, ыстық суды бетімен бірдей құйып аламыз. Дәміне қарай тұз немесе өзіңізге ұнаған приправаны қоссаңыз да болады. Газдың астын ең жай отына қойып, 10 минуттай ұстаймыз. Содан кейін тамақты бір араластырып, тағы бір 10 минуттай қақпағын жауып қойып қоямыз. Мінекей шамамен 30 минуттың ішінде тамағымыз да дайын болып шықты. Ал дәмі күнделікті жеп жүрген вермишельден әлде қайда дәмді. Сіз де жасап көріңізші, сосын қалай шыққанын комментарийға жаза кетіңіз. Және менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыз. Сіздермен болған Замира.